Сіздердің назарларыңызға ауыл шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау негіздері пәндері бойынша мал шаруашылығы өнімдерін техникалық реттеу саласында нормативті құжаттар тақырыбы бойынша дәріс сабағын ұсынамын. Нормативті құжат дегеніміз не? Нормативті құжат ол алуан түрлі іс-әрекеттің немесе олардың нәтижелерінің, ережелерін, басқару қағидаларын немесе сипаттамаларын тағайындайтын құжат. Оған қандай құжаттар жатады? Талаптар жатады, стандарттар жатады, техникалық шарттар жатады, жазбалар жатады, хаттамалар жатады. Стандарт дегеніміз не? Уәкілетті орган көзделген тәртіппен бекітілген, көп мәрте және ерікті пайдалану мақсатында техникалық реттеу объектілеріне ережелерді, жалпы принциптер мен сипаттамаларды белгілейтін арнайы құжат. Стандарттау дегеніміз не? Нақты қойылып отырған және ықтимал міндеттерге қатысты, көпшілікке ортақ, көп мәрте және ерікті пайдалану үшін ережеге белгілеу арқылы өнімге, көрсетілетін қызметке және процестерге қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізетін бағытталған қызметті біз стандарттау деп атаймыз, яғни белгілі бір талапқа қарай бейімдеу. Қазақстан Республикасы территориясында әрекет ететін стандарттау бойынша нормативті құжаттарға төмендегілер жатады. Ұлттық стандарттар, ел мемлекеттерінің стандарттау бойынша ережелері, мемлекеттік аралық стандарттар, халықаралық стандарттар, аймақтық стандарттар және техникалық, экономикалық ақпарат жүктегіштер, яғни классификаторлар, өнеркәсіптік стандарттар, ол қазір соңғы кезде ұйым стандарты болып көп қолданылады. Және Қазақстан Республикасының стандарттау бойынша ұсыныстары. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары дегеніміз не? Қазақстан Республикасының стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті орган бекіткен, міндетті немесе ұсыным жасалатын талаптары бар және тұтынушылардың кең ауқымына қол жетімді стандарт жатады. Мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты және оны аумақтық бөлімшелері стандарттау жөніндегі нормативті құжаттарды бекітуге, іске қосуға уәкілетті орган болып есептеледі. Мемлекеттік стандарт дегеніміз не? Яғни осы деп аталады, кей жағдайда мемлекеттік стандарт, МЕМС деп аталады. Мемлекеттік стандарт тәуелсіз мемлекеттер достығы елдерінің стандарттау, метрология және сертификаттау саласында келісілген саясат жүргізу туралы үкімет аралық келісімге сәйкес ТМД яғни елдері бірлесіп пайдаланатын мемлекет аралық стандарттар жатады. Халықаралық стандарттар. Халықаралық стандарттар көбінесе ISO стандарттар жатады. ISO 9000 сериялы стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым әзірлейтін және қабылдайтын халықаралық стандарттар. Қазақ және орыс тілдеріне аударылғаннан кейін және мемлекеттік стандарт қабылданған, яғни актуализация жасалынған Қазақстан Республикасының стандарты ISO түріне ие бола алады. Халықаралық, өңірлік және басқа елдердің ұлттық стандарттары Қазақстан Республикасының стандарттау жөніндегі мемлекеттік орган оларды актуалдағаннан кейін ғана оны біздің елде қолдана алады, мемлекеттік стандарт ретінде. Қазіргі уақытта стандарттың мемлекеттік қорын 47.056 нормативті құжаттар құрайды. Соның ішінде біздің республикамызда мемлекеттік нормативті құжаттар 1332, техникалық, економикалық ақпараттың кем мемлекеттік жүктеушілері 12, республикада есепке алу тіркеуінен өткен екінші нормативті құжаттар 1457, сондай-ақ мемлекет аралық стандарттар Ресей Федерациясының стандартын қоса есептеген кезде 3338, халықаралық стандарттар ISO қазір біздің республикамызда кеңінен қолданылатын 9000 сериал стандарттар 7277, шет елдерінің 10.000-нан астам стандарттары бізде қолданылады. Қазақстан
Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің нормативтік құжаттары. Оған қандай құжаттар жатады? Бірінші, Қазақстан Республикасының стандартының негізгі ережелерінен басталады. Қазақстан Республикасының стандарты 1-1 стандарттау және қызмет түрлерінің аралас түрлері, терминдер мен түсініктемелер. Қазақстан Республикасының стандарты 1-2 мемлекеттік стандарттарды әзірлеу тәртібі. Қазақстан Республикасының стандарты 1-5 Қазақстан Республикасының техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі, стандарттары құру, баяндау, рәсімдеу және мазмұнына байланысты жалпы талаптар. Өңірлік және ұлттық нормативтік құжаттарды қолдану тәртібі. Қазақстан Республикасының стандарты 1-12 нормативтік мәтіндік құжаттар, жалпы талаптар. Қазақстан Республикасының стандарты 1-15 стандарттау жөніндегі техникалық комитеттер, құру, жұмыс істеу және басқа да ережелер. Қазақстан Республикасының стандарты 1-16 мемлекеттік қадағалау және бақылауды жүзеге асыру тәртібі және негізгі ережелер. Қазақстан Республикасының 1-17 2006 жылы негізі қабылданған стандарттау жөніндегі аккредиттелген органдардың және сынақ зертханаларының жұмысына мемлекеттік бақылауды жүргізу тәртібі. Қазақстан Республикасының стандарты 1-20-2006 негізінде құрылған нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау, өнімді даярлау кезінде мемлекеттік қадағалау жүргізу және жалпы талаптар кіреді. Метрология жүйесіндегі нормативтік құжаттар. Оған келесі құжаттар кіреді. Қазақстан Республикасының стандарты 2-0 негізгі ережелері, Қазақстан Республикасының 2-4 өлшеу құралдарын тексеру және метрологиялық өлшеу жүйесі бойынша ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, Қазақстан Республикасының стандарты 2-6 өлшеу құралдарын типтерін бекіту, мақсатына арналған мемлекеттік сынауларды, типтік бағдарламаларды әзірлеу, рәсімдеу, бекіту және тіркеу тәртіптері кіреді. Қазақстан Республикасының стандарты 2-7 өлшеу құралдары және аккредиттеу объектілерінің мемлекеттік тізілімдемесін жүргізудің тәртібі. Сертификаттау жүйесінің нормативтік құжаттарына келесі құжаттар кіреді. Қазақстан Республикасының стандарты 3-1 өнімдер мен қызметтерді сәйкестік белгісімен таңбалаудың тәртібі. Қазақстан Республикасының стандарты 3-4 өнімнің сәйкестігін растау тәртібі, яғни сәйкестендіру, жалпы талаптар. Қазақстан Республикасының стандарты 3-5 қызметтерді сертификаттау және оның негізгі ережелері. Қазақстан Республикасының стандарты 3-6 қоғамдық тамақтану қызметін сертификаттау. Қазақстан Республикасының стандарты 3-24 тағамға биологиялық белсенді қоспаларды сертификаттаудың негізгі тәртібі. Қазақстан Республикасының стандарты 4-4 азық-түлік және ауыл шаруашылық өнеркәсібінің өнімі негізгі ережелері. Қазақстан Республикасының стандарты 4-5 шетелдік фирмаларды құжаттау жөніндегі өнімді өндіріске қою. Соңынан Қазақстан Республикасының стандарты 5-3 мемлекеттік тізілімдемені жүргізу тәртібі, өнімді штрихтау, кодтау жүйесі.